бәрі бұл атты арнамызға қош келдіңіздер. Табиғат біздің ең ұлы суретшіміз. Ол адамзаттың қолынан келмейтін сұлулықтар жасайды. Бүгін мен сіздерге жер бетіндегі ең ғажайып таңғалдыратын табиғаттың 7 кереметін көрсетемін. Соңына дейін көріңіз. Соңғысы сізді шын таңғалдырады. Видео басталмастан тұрып, осы видеоға лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Біздің арнаны 75% адам тіркелусіз көреді екен. Сондықтан сіздерден сұрарым, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеолар түсіретін боламыз. Ал олай болса, біз видеоны бастаймыз. Ең алғашқысы Амазонка орманы. Амазонка әлемдегі ең үлкен тропикалық орман. Ол біздің планетамыздың 20% оттегін өндіреді. Онда 400 миллиардтан астам ағаш және миллиондаған жануар мен жәндік түрі өмір сүреді. Кей жерлері әлі де адам аяғы баспаған. Сондықтан ғалымдар жыл сайын жаңа түрлерді табады. Қызықты факт: Амазонканы кейде жердің өкпесі деп атайды. Себебі ол бәріміздің тынысымызға үлес қосып отыр. Екінші, Гранд Каньон, тастан туған ғажайып. ақш-та орналасқан. Ұзындығы 446 километр. Тереңдігі 1,6 километр. Болатын бұл алып аңғарды Колорадо өзені миллиондаған жыл бойы ойып жасаған. Каньонның тастары жер тарихының 2 миллиард жылдық сырын сақтап тұр. Ол табиғаттың уақытымен салынған ең керемет суреті. Қызықты факт: кей адамдар Гранд Каньонды жердің күнделігі деп атайды. Үшінші, Ұлы барьерлік риф, теңіздің жүрегі, Австралияда орналасқан. Бұл әлемдегі ең үлкен маржан жүйесі. Оның ұзындығы 2300 километр, ал көлемі кейбір елдерден де үлкен. Рифте 1500-ден астам балық түрі мен 400 түрлі маржан өмір сүреді. Ғарыштан қарағанда да бұл риф анық көрінеді. Қызықты факт: егер теңіз жұлдыздары тым көбейсе, олар маржандарды жеп, рифті жойып жібере алады. Төртінші, Эверест шыңы. Әлемнің төбесі Непалда орналасқан. Эверест биіктігі 8848 метр болатын жердің ең биік нүктесі. Шыңның басында ауа қысымы төмен болғандықтан оттегі 3 есе аз. Жыл сайын жүздеген альпинист осы шыңға шығуға тырысады. Қызықты факт: Эверест жыл сайын 4 миллиметрге биіктей береді. Себебі жер қабаттары қозғалып тұрады. Бесінші, Антарктида, мұзды әлем. Бұл ең суық, ең құрғақ және ең желді континент. Мұз қабатының қалыңдығы кей жерде 4 шақырымға жетеді. Онда тұрақты тұрғындар жоқ, тек ғалымдар зерттеу үшін келеді. Қызықты факт: егер Антарктидадағы мұз түгел еріп кетсе, теңіз деңгейі бүкіл әлемде шамамен 60 метрге көтеріледі.
6-шы Паракутина жанартауы бір түнде пайда болған тау, Мексикада орналасқан. 1943 жылы бір фермердің егістігінің дәл ортасында жер қозғалып, жалын шығып, жаңа жанартау пайда болған. Бір жылда ол 424 метрге дейін өскен. Қазір сөнген, бірақ айналасы туристер үшін ерекше орынға айналған. Қызықты факт, жергілікті тұрғындар оны бір түнде туған тау деп атайды. 7-ші кереметке де келіп қалдық. 7-ші керемет бұл Виктория сарқырамасы. Африкада орналасқан. Бұл сарқырама Замбия мен Зимбабве шекарасында орналасқан. Ені 1,7 километр, биіктігі 108 метр. Судың күші соншалық, оның дыбысы бірнеше шақырымнан естіледі. Суға түскен кезде бұлт болып көтеріліп, аспанда кемпір қосақ пайда болады. Қызықты факт, тұрғындар оны түтін шығаратын су деп атайды. Өйткені алыстан қарағанда су буы түтінге ұқсайды. Міне, достар, табиғаттың 7 ғажайыбы. Бұл орындар бізге табиғаттың қаншалықты мықты және сұлулығы шексіз екенін еске салады. Саған қайсысы көбірек ұнады? Комментарийге жаз. Лайк басып арнаға жазуды ұмытпа, ал келесі видеода тағы да әлемді бірге аралаймыз.